Барлықтарыңызға қайырлы күн. Мен бүгін сіздерге екі ақша табу жолын көрсететін боламын. Ол ақша табу жолдарын қолданып сіздер шынымен де жақсы ақша табуға мүмкіндік аласыздар. Сол себепті де видеоны міндетті түрде басынан соңына дейін көріңіздер. Каналға тіркелмеген болсаңыздар, міндетті түрде каналға тіркеліңіздер, лайк басып, комментарий жазып, қоңырау басып қоюды да ұмытпаңыздар. Одан бөлек бізде алдыңғы видеода розыгрыш болған 5000 теңгеге розыгрыштың жауабы біздің телеграм каналға шықты. Телеграм каналының ссылкасы әр видеоның комментариясында закрепленный болып тұрады. Сол жерден көре аласыздар. Бірінші сайт қараңыздар, бұл жерде Libertex деген сайт, бұл торговый площадка. Былайша айтқанда біз әртүрлі монеталарды, болмаса алтынды, сильверді, яғни күмісті торговать етіп ақша таба аламыз. Бізге ең маңызды ешқандай ақша салмай ақша табу, ол қалай болады? Қазір мен сіздерге бастан аяқ көрсететін боламын, тыңдаңыздар. Ең бірінші регистрация жасайсыздар. Регистрация жасаған кезде просто Gmail почта жазасыз, почтаңызға SMS келеді, подтверждение бересіз, болды. Басқа ешнең керек емес. Қай елден екеніңізді айтасыз, қай қаладан екеніңізді айтасыз. Енді қараңыздар, еще деген жерге кіріп, біз бұл жерде міне криптомайнер деген бар. Бұл жерде біз майнинг жасай аламыз, тегін, ешқандай ақша салмай. Басасыздар. Міне майнинг деген басамыз. Stormgain деген приложение болған, яғни сайт болған. Осыған ұқсас, бұл сайтта дәл соған ұқсас. Бірақ бұл жерде, ол жерде майнингтен шығару үшін $10 жинау керек еді, ал бұл жерде $5 жинау керек. Мен Stormgainнен шығарғам. Қазір қалай екенін айтамын, қараңыздар. Міне әр 4 сағат сайын біз майнинг етіп отырамыз. Жазылған, типа, мынанша уақытта мынандай жинай аласыз, мынанша уақытта мынандай жинай аласыз деген сияқты. Мысалы, 30 күнде $10 жинай аламыз. Бізге просто майнинг етіп отырып $5 жинасақ, $5-дан кейін вывести деп тұр. Көргендеріңізде вывести деген басып шығарып ала аламыз. Ол кошелекқа түседі, бірақ ол ақшаны біз сразу шығара алмаймыз. Stormgain'де де сондай болған. Біз ол ақшаны торговать етуіміз керек. Қалай торговать етесіздер? Қиын емес. Бұл жерде 4 сағат сайын алып отырасыздар, одан кейін кошелекқа түскен кезде ол өз кошелекте тұрады. Менде қазір 0 деп тұр. Бұл жерде сіздерде 5 деп тұрады. Енді оны қалай торговать етеміз? Рынокқа кіресіздер. Кез келген монетаны long или short аласыздар. Мысалы, сізде $5 жиналды, биткоинға кіресіз, и міне биткоин құлайтын болса, продать деген басып, құлайды деп қоясыздар, ал көбейетін болса, купить деген басып, long қоясыздар. Мысалы, басасыз, и осы жерге міне көргендеріңіздей $2 басталады екен. Сіз $5-ыңызды қоясыз, мультипликатор деген плечо, яғни осындай плечомен қоя аласыз. Қателеспесем, бұл 100 деген 10 болу керек. 10, 15, 20, 25, 30 деген сияқты. Соны плечомен қоясыз. Если биткоин сіз айтқан жаққа кетіп өсіп кететін болса, сіз уже $5-ыңыз мысалы 20, 25, $30-ға дейін көбейеді. Ол көбейген ақшаның сіз барлығын ешқандай қиындықсыз шығарып ала аласыз. Қайға шығаруға болады? Ешқандай қиындықсыз Binance-қа шығаруға болады, кез келген криптовалютамен кез келген биржаларға шығаруға болады. Мысалы, Trust Wallet-ке шығарсаңыз болады, немесе MetaMask-қа шығарсаңыз болады, немесе биржаға Bybit-ке, Binance-қа шығарып алсаңыздар болады. Дәл осылай табуға болады. Ең бастысы бізге $5 жинау керек басында. Одан бөлек бұл жерге достарыңыз шақырсаңыз да бонус береді. Мысалы, получить $100 деп тұр. Бұл жерде көргендеріңізде достарыңыз шақырсаңыздар, сіз $100 алуға мүмкіндігіңіз бар. Бірақ ол үшін досыңыз ақша толтыру керек. Яғни досыңыз осы сайтқа тіркеліп, ақша салу керек торговать етуге. Енді ешкім ақша салмай ақ қойса болады, просто майнингті қолданып жасай берсе болады. Ал енді қараңыздар, екіншісі MetaTrader деген проект. Бұл проектте дәл қазір екінші сезон болып жатыр. $200 мың екінші сезонда тегін таратып жатыр. Ол $200 мың барлығын доллармен емес, NFT-лармен, тоже ақшамен, Polygonmatic деген токендермен береді. Қазір мен сіздерге басынан аяқ түсіндіріп беретін боламын. Бірінші сезон қателеспесем 1,5 аптадай болған. Даже 2 аптадай болған, бірақ ол кезде $100 мың таратылған болатын. Қазір мен сіздерге басынан аяқ түсіндіретін боламын. Бұл $200 мың хотя бы қандай да бір сумасын өзімізге алу үшін біз не істеуіміз керек? Күнделікті квесттер орындауымыз керек. Квесттер орындағанымыз үшін бізге осындай кристаллар береді. Ол кристалларды жинап, біз сундуктар ашып, сол сундуктардан әртүрлі монеталар, NFT-лар шығарып ала аламыз. Қазір қараңыздар, бізде осы жерде не жазылған? Ең бірінші басынан бастап түсіндіріп кетейін. 7 күн бойы квесттердің барлығын орындап жүрсек, тастамай, бізге осындай бір сундук береді. Одан бөлек 5 терси деген монета береді. Терси деген монета қазір сатылып жатыр. Кез келген уақытта ол жинаған монетамызды біз шығарып алып сата аламыз. Қазір қараңыздар. MetaTrader деген проекттің монетасы. Қазір тесте жазам. Міне MetaTrader шықты.
0,07 цент тұрады екен дәл қазіргі ценасы. Яғни біз осы квесттер күнде орындап жүріп, аптасына осы 5 терси монетасын ала аламыз. Ол азы ғана, бұдан көп қалай алуға болатынын қазір көрсетемін. Біз күнделікті квесттер міне күніне 10 квест орындауымыз керекпіз. 10 квест әрқайсысына бізге 15 кристалдардан береді. Қазір мен сіздерге қалай екенін көрсетемін. Мысалы join telegram деп тұр бұл жерде. Бұл телеграм каналдарына тіркелуіміз керек. Біз не істейміз? Join басамыз. Телеграм каналдар шығады, тіркелеміз, чек басамыз. Одан кейін қазір тез істеп шығамын. Мен тіркеліп қойғам телеграм каналдарына. Себебі басқа заданиялар орындаған кезде де ол задание болған. Тіркелмеген екен. Қазір міне жоқ. Чек басамыз. Чекинг деп тұр. Болды. Чекинг деген ол тексеріліп жатыр деген сөз. Менде қазір мысалы қараңыздар. Үстіндегі тоже 3 заданияны ма орындап тастадым. Барлығы чекинг деп барлығы тұр. Яғни мен жіберіп қойғанмын уже. Одан бөлек мысалы чат телеграм деп тұр. Чаттарына тіркелеміз, тоже и смс жазамыз. Қазір қараңыздар. Осындай заданиялар болады, копировать етіп аласыздар, оны сразу переводчикқа саласыздар. Мен қазір қараңыздар, мен переводчикқа салдым, бұл жерде деп жазылып тұр. Біздің чатқа тіркеліңіздер, одан кейін 5-10 смс жіберіңіздер деп тұр. Яғни переводчик қате аударады деп ойлаймын. Просто 10 сөзден тұратын смс жазу керек чатқа. Қазір тестте жазамыз. Мысалы қараңыздар. Join деген басамыз, біз чатқа жібереді. Чаттан тіркелеміз. Қосыламыз, одан кейін осы жерге жазамыз. Қазір мен просто копировать етіп аламын. Сосын вставлять етеміз осы жерге. Басамыз, сосын скрин жасаймыз. Обратно сайтқа қайтамыз. И upload басамыз. Файлға кіреміз. И скриніміз жібереміз жаңағы. Send басамыз. Болды. Дәл осылай заданиялар орындалады. В основном бұл жерде комментарий жаз, твиттерге комментарий жаз, лайк бас, посттарға деген сияқты чекинг деп тұр. Менде задание кетті. Обновить етеміз. Әр заданияның несі кристалдары әр түрлі уақытта түседі. Мысалы, кейбіреулер ұзақ уақытқа кетеді, ал кейбіреулер сразу түседі. Менде дәл қазір 25 көргендеріңізде сразу түсті. Қазір менде 25 кристалл. Бұл кристалларды не істейміз біз? Ол кристалларды қазір мен сіздерге көрсетемін. Get reward деген басамыз. Осы жерден букстар ашамыз бұл кристалларға. Көргендеріңізде 150 кристалға large box, 50 кристалға simple box ашсақ болады. Бұл букстардан не шығады? Қазір көреміз, қараңыздар. Көргендеріңізде 500 терси деген монета шығуы мүмкін. 500 терси деген монета ол өте көп. Қазір ценасын көреміз. Мені $35. $35 өте жақсы. Әрине түсетін болса, ол 10 рет, 15 рет букс ашқанда бірақ түсу мүмкін. Одан бөлек NFT монеталар түседі. Яғни NFT монета емес, NFT персонаждар. Қазір қайт жабам. Қайттан ашамыз. Менде просто былай аударылу керек. Негізі аударылмай тұр, көргендеріңізде жүру керек. Негізі жүрмей тұр. Бұл жерде әр түрлі заттар түседі. Мысалы, осындай NFT персонаждар түсу мүмкін. Мынау қызыл NFT персонаж, ол өте қымбат персонаждар. $50-40 дейін барады ценалары. Қазір мен ашамаймын, себебі көргендеріңізде менде 25 қана кристалл бар. Одан бөлек тоже large bookста да өзінің 30 терси, көргендеріңізде әр түрлі монеталар түседі. Жаңа айтқандай полигон матик түсуі де мүмкін. Қазір менде қалай екен, міне осыны бассақ көруге болады. Міне қараңыздар. Бізге бұл жерде не түсу, қандай сыйлықтар алатынымыз жазылған. Мысалы 23% терси деген монета түсу мүмкін, 12% матик түсу мүмкін. Матик деген, полигон матик деген монета барлық биржаларда сатылады. Ценасы жақсы, $1 дейін жеткен кездер болған. Одан бөлек қызыл NFT-лар, көргендеріңізде осында NFT-лар түседі. Машиналар түсетін болса, машиналар өте қымбат. Бір машина $80-90 жай тұрады. Әрине сізге машина түсетін болса, машиналар түсу қиын. Машиналар қателеспесем 3-ші букстан ғана түседі. Супер букс дегеннен. Бұл супер буксты ашу үшін бізге осындай монета керек. Бұл монетаны қазір қалай жинайтыны әлі белгісіз. Кейін болашақта шығуы мүмкін. Маркетке кіретін болсақ, қазір тек қана машиналар ғана сатылып жатыр. Бірінші сезон кеше емес, алдыңғы күні басталды. Сол себепті де енді сатылымға шығып жатыр. Көргендеріңізде машиналар тұр. Міне 119 матик, ол $100 примерно, 119 100 матик.
осындай ценаларда мысалы 225 матик машиналар ол. Бізге жұмысымыз в основном сол күнделікті квесттерді орындап, кристаллар жинау, кристалларды кейін уже букстар ашып, монеталарға айырбастай аламыз. Бұл сезон қанша уақытқа созылады? 200 мың доллар осы барлығы таратылып болғаннан кейін сезон жабылады. Сезон жабылғаннан кейін жинаған монеталарыңыздың, NFT-ларыңыздың барлығы валетке түседі, яғни өзіңіздің кошелегіңізге түседі. Одан кейін сіз ол жерден кез келген биржаға аудара аласыз. Binance болсын, MetaMask болсын, Trust Wallet болсын, қалаған жағыңызға аударуыңызға мүмкіндік аласыз.